О, балам. Ей, не жылап тұрсың? Не? Тамақ бермей қойды? Кім тамақ бермей жүр саған? Малшының балалары? Неге бермейді? Әкелері айтып кеткен дейді. Қазір мен бұны жанын шығарам. Бол, жылама балам, жылама. Ақымақ, бер кел. Есің дұрыс па сенің? Не oldu? Не мен балама тамақ берме дегенсің сені? Кім айтты? Сен! Балаларың айтып кетсің ғой, мен балама тамақ берме деп. Мен айттым. Не, мен балам сен қазан тауысып қоям ба не? Болмайды. Или мен балам абжора көріп тұрсың ба сені? Болмайды. Бір ет асқан екенсің, соған байып кеттің ба сен? Болмайды. Жейтін тамақты қызған сорлы бишера. Не деген пейілің жаман адамсың сені? Құдай бар ғой сендерді осыны еттерге бұлы байт білесің бе? Сорлы! Өмір бойы осылай жармай өтесің ғой. Жейтін тамағын қызғанып адамдан. Мен балам білесің бе? Онда етті күнде жейді. Жарсын жейді, жарсын. Итке тастап жүрміз біз. Оны жейтін тамақты баладан қызғанып. Адам ашуын келді. Бұл пейіл жаман. Дін бағын дүрттің мөң ғой ағатай. Нені түсінбеді? Мен дін бағын ғой демеді, беме деген айтайын тебе бағын. Мен 6 ай болды мен ақта алмаған ма? 6 ай болды мен тамақты бергеніме. Малға өретін туды деп, малға өретін қатқаннан деп жүрмін ғой мен. Мен бірден деп атын ба тедге. Мен өтедің балаңызға беме деп айтқан тебе балың. Өткен мен дейтін тамақ доқ үйде. Мен не айтам маған бедіп. Мен тамақ бұмағаннан кейін кет. Арам өлген жылқының етін асып бедім бала тағама. Ол Құдайдан тұрадым мен жылқының етін бізге адал қылдым. Ауыл дедің балаңызға ол арам болады, ол тамақ деуге болмайды дедің балаңызға ағатай. Мен тұтын беме деп айттым дедің балаңызға. Маған өтеді еткім маған адам деп қаламайды. Кім ма адам деп қалайды. Анадан бат тұраймын, ақтап едім бемейді. Ақтап бұлай тұтын мен әйелім қайтып болған кезде жанадаға еткім кемеді ауылдан. Әйелім дерлеуге ақта тұрадым мен, адан ақта бет едім мен. Мен мал кетті өдің дерле деді маған. Мен өт қолыммен дерледім мен әйел. Мен де бала тағам алдында абылойда әке оғым көледі. Мен де балдам ойнаған қалайым бақ, мен бала тағам ойнамайды түттің бала тәкті. Мен тедге адал болдым о, ата, мен теддің әкеңіздің малын бақтым. Мен теддің малыңызды бақтым. Кетіріп қойыңыз бәріне мен кінәлі болсам. Өмірімнің тоңына дейін тегін малыңызды қалап берейін ағатай. Кетіріп қойыңыз мен. Мына жерде сен емес, мен кешірім сұрауым керек сияқты. Басеке, әрине кешірім сұраймын, бірақ сіздің бұл жерде еш кінәңіз жоқ деп ойлаймын. Енді малдың қырылып отқанда біздің не қатысымыз бар? Біз қаладағы адамбыз. Малшы жауап беру керек. Жарайды енді, әйел қайтыс болыпты. Тағдыр емес па? Біздің кінәміз не? Өзі кінәлі емес па? Бұл емес кінәлі. Кінәлі мына сен, және мен. Біз қара басымыздың қамын ойлап, қарнымызды қампитып жүрген кезде, арамызда осындай аш-жалаңаш адамдардың жүргенін көрмейтін болып қалғанбыз ғой. Байқамайтын болып қалғанбыз. Зекет беру парызымыз екенін мүлде естен шығарып тастағанбыз. Болып жатқан мынау жұт қуаңшылығың да дәл соның кесірінен болып жатыр. Біле білсін. Басеке, енді біз не істей аламыз?
Құдайдан кешірім сұраймыз, басқа не істейміз? Бауырым, тұр, сен жылама болды. Тұр. Ешкімге еш нәрседе қайтармайсың болды. Қарыз демесің ешкімге. Тұр. Мен сенің мұндай жағдайда жүргенді шын айтам, білген жоқпын. Бұдан кейін өзім сені жеке қадағалайын, бар ғой. Бұдан кейін қиналмайсың енді. Кетет. Жүрші үйге. Кет. Болды, кешірім сұрамайық қой. Жүрші үйге. Тамаяқта өзім біле аламын. Онда жүр үйге барып жақсылап тұрып бір тамақтанайықшы. Тамақ тоқпен не деймін? Bir жылқыны бүгін арнайы соямыз сенің балаларың үшін. Балаларың